Бүгін 1 наурыз біздің ұлы ғалым, ұлы оқытушы Өмірбек Арсанұлы Жолдасбектің туған күні. Бұл кісі Қазақстанға, Қазақстанның ғылымына, Қазақстанның біліміне өте көп еңбек сіңірген адам. Осы тұрған Казгу қалашығының негізін қалағанда осы біздің ағамыз, Өмірбек ағамыз болатын. Қазақстандағы механика, робототехника салаларының дамуына да өте көп еңбек сіңірген адам. Бұл кісі осы Қазақстанның механика саласында жұмыс істейтін, математика, робототехника саласында жұмыс істейтін көптеген ғалымдардың ұстазы. Бүгін дүние жүзінде рахмет айту күні дейді. Осы күнде бүткіл шәкірттердің атынан Өмірбек ағамызға рахмет айтқым келіп тұр. Енді сол кісінің бастаған жұмыстары одан ары қарай жалғасып Қазақстанға сол табысын, жемісін әкелсе деп тілегім келіп тұр. Рахмет. То, что начинал Жолдасбеков, то, что начинали наши учителя, наставники, мы это стараемся развивать. И сейчас к механики присоединяется уже. Мы открыли специальность космическая техника и технология, мы открыли специальность робототехнические системы. То есть развитие науки идет в глубину, в ширину. И я думаю, что это очень важно, и мы очень благодарны нашим учителям, что они вообще развили эту специальность у нас в Казахстане. И ждем всех выпускников, участников конкурса в наших стенах.